Уақыт керек болады. Любой адаммен танысу үшін. Сразу араласып кете алмаймын. Неге? Қазіргі адамдар басқаша, бұрынғыдан қарағанда. Ол қалай? Кеуде көкіректері бар да. Олардың иә? Да, Иә. олар. Негізі араласып кеткің келеді, иә? Негізі араласып кеткім келеді, әрине өзің жауап жүргеннен қарағанда. Араласып кетіп, сөйлесіп әңгімелесіп. Уақыт керек. Уақыт керек болма. Неге? Ол адамдарды танымасаң ішінде дұрыс сезіне алмайсың өзіңді. Дұрыс. Комфортно болмайды, иә? Комфортно болмайды. болмайды, себебі мен өзім ашық адаммын. Сөз кете беремін адамдармен. Тема, қандай темадан бастайсың? Атың кім, қандайсың, жасың нешеде, әңгіме айтып кете бересің ғой кәдімгідей. Кішкене уақыт керек, содан кейін адамдар өзіне тартса, онда тез араласып кетемін. Адамдардың тартуы деген қалай ол? Темаларына қосса, арасындағы әңгімеге өздері сұраса, сұрақ қойып, өзім де ашыламын негізінде. Өйткені ол танымайтын орта. Мен өзім негізі тұйық қызым. Көп сөйлемейтін. Маған кішкене уақыт керек. Білмеймін қанша. Неге уақыт керек? Білмеймін өзім. Мінезім сондай шығар. Мінезім сондай. Егер бір адам сені тартса, сен оған Тартып алып, иә? сөйлесіп кетесің ба? Егер тартпай отырса, Отыра беремін. отыра бересің ба? Бұрышқа барып алып. Бұрышқа барып алып емес, отыра беремін. Уақыт керек емес? Уақыт керек емес. Керек емес? Сразу кіріп кетесің бе? Мысалы, бір-бірімен танысып, сразу әңгіменің ішіне кіріп кете берсең болады. Ол Таныспай. бір танысқанда кезде ортаға кіріп, әрқайсысымен танысып, ары қарай өзің әңгімеңді айтып кете берсең болады. Ол біреуді тартпау да емес. Мысалы, сенің жаныңда отқан адамдардың бәрі сенімен жақсы қарым-қатынас сөйлейтін болса, тез кіріп кетесің ғой. Адам танымайсың. Адам танымайды. Кішкене қазақша сөйлемейтін бала болсашы. Мен өзім де таза Қазақша сөйлемеймін дейсің ба? таза қазақша сөйлеймін, орысша сөйлеймін. Кішкене сол орысша сөйлей алмайтын немесе бір Ондай не нацист емес, ұлтшыл. Маған оңай. Оңай бола ма? Неге оңай? Потому что я общительный. Общительный. Сізге? Мен негізі көбінесе барған жерлерде көп былай серьезный көрінемін да. Ал былай жақын танысқаннан кейін былай жақсы араласамыз ғой. Негізі жақсы жігітпін дейсің ба? Иә, негізі ашықпын. Но по-разному бывает вообще, в зависимости от самой компании, от атмосферы, от моего настроения. Бывает, я не сильно прям тянусь там к людям, не стремлюсь там открыться и завязать знакомство. А бывает, когда хорошее настроение, когда хочется разрядиться, то в принципе бывает. В общем, это по-разному зависит от ситуации, от самой атмосферы, от самого общества, в котором ты находишься. Бір адамдар отыр, общительный емес, табиғатынан сондай да. Оларды әңгімеге тартып көру керек деп ойлайсыз ба, жоқ оқышса отыра берсін десе? Әңгімеге тартып көру керек негізі. Олар неге сөйлесе алмай отыр деп ойлайсыз? Жаман адам болған үшін. Жоқ, жаман адам емес. Енді әр адам әртүрлі болады ғой, мысалы мінезі тұйықтау келетіндер болады. Білмеймін, тұйықшы. Ой бар, тұйық адамдар, серьезный адамдар, жігіт сияқты. Солар андай не дейді? Скучный, бір зануда деген сияқты ой бар. Қалай ойлайсың болған? Кетесің бе? Жоқ. Әр адамнан бірдеңе табуға болады. Иә, әрине. Жақсы. Жоқ, уақыт керек болады. Уақыт керек болады. Неге? Себебі тіл табыса алмаймын сразу. Сен таныса аласың. Қалай ойлайсың? Нормально ма, жоқ біртүрлі? Нормально. Нормально, иә? Бір адамдар егер сен сол тұйық болып отырған үшін, кішкене уақыт керек болған үшін, сөйлесе алмай отырған үшін тисе, сөйлесейікші бірдеңке деп тисе жатса, ол дөрекі ма, жоқ ол нормально? Дөрекі. Ол дөрекі ма, неге? Потому что адамның өзінің сөйлесе алмауы ол өзіне байланысты. Ешкіммен тіл табыса алмаса, ол сөйлеспейді. Ал оны біреулер келіп оған тиіскені ол дұрыс емес деп ойлаймын. Скучный бір зануда деген сияқты. Дұрыс деп ойлайсың ба? Жоқ, ондай ойламаймын. Онымен көп жүріп көру керек деп ойлаймын. Араласып. Араласып, сөйлесіп, көрсең жақсы адам екенін түсінесің. Иә. Араласқысы келеді деген ой. Иә. Тұйық болса да, негізі араласқысы келетін шығар, бірақ біреу тиісіп жатса, ол дөрекі деп ойлайсың. Кетесің ба? Иә. Есть такое мнение, что вот человек, который, интроверт, он скучный, зануда. Согласен с этим или нет? Скучный зануда? Да нет, на самом деле, мне кажется, это все такие шаблоны, и эти шаблоны, они ограничивают вообще общие понятия о человеке. И есть мнение еще, где вот экстраверт считается грубым. Ты тоже считаешь это стереотипом или нормально? Нет, но я сам себя считаю экстравертом, но я не считаю себя грубым. И более того, в каком-то обществе среди каких-то людей я могу показаться, наоборот,
Нет, экстравертом. То есть я сам интроверт. То есть я люблю иногда порою Пообщаться. нет, ну, как бы посидеть в тишине, задуматься, подумать о жизни, вот когда меня не допекают. А порой, наоборот, в каком-то компании тоже, я же говорю, от настроения зависит. Наоборот, я буду экстравертом, я буду много разговаривать, много там шутить, улыбаться и все такое. Поэтому это все на самом деле так, Зависит. довольно-таки поверхностно. Егер ортаға бір ұстамай отырған адам болса, сіз оған әңгімеге қосылу үшін иә көмектесемін. қалай көмектесесіз? Сұрақ қоясың, ортаға қосасың. Ортақ тақырыпты айтасың сол адамға. Егер бір адам сөйтіп қосыламай отырса, иә? тартасың оны барып өзіңе өзіңе әңгіме қарай. айтып былай. Егер ол татымай жатсашы, артыңа жасау көреміз қандай темада тема бір болады, сондай бір тема табасың. егер мындай жағдай болсашы, адам өзі тартылған кезде тартасың, бірақ бір адамдар болады тартпайды да, өзінше болады, күрек болады. Ондай болса оларға айтасың сразу. Немесе бір адам деген тартылғысы келеді, сұрақ қойып, әңгіме тартап деген сияқты, бірақ сөйлеспей қояды деген сияқты. Ол дөрекет ма? Ондай адаммен сөйлеспей қойшы.